Ел арасы тату, мемлекеттің іргесі бүтін болсын десек, қырылғанша жұмылайық. Осы күнге дейін алға баспағанымыз бір-бірімізді аяқтан тартқанның кеселі ғой. Бұл пікірді ақын Қазақстан Республикасы парламенті мәжіліс депутаттығына үміткер Ринат Зайытов мәлімдеді. Құрметті туыстар, қарға тамырлы қазақ баласы әр сайлау үшін неге жауласады? Айтыңыздаршы, не қуып, нені көксеп жүрміз? Келісемін. Өткен кезеңде өкініш аз емес, бірақ не себептен біз бір күндік бәйге үшін жүз жүйрік талалап жатырмыз? Осы күнге дейін алға баспағанымыз бір-бірімізді аяқтан тартқанның кеселі ғой. Ағайындар-ау, бірігетін кез келді. Оңғар қабден бауырым нар тәуекел, нұр тәуекел деп мұқатты. Кейбір бауырларым үшін бір әріпті өзгертуде тұрған ештеңе жоқ шығар. Өзіме олай емес. Бір әріптің маңызы өте зор. Бір әріпті өзгертсең көп мағына өзгереді. Мысалы, қазақтың бір әріпін өзгертсең мазақ, намыстың бір әріпін өзгертсе қамыс болады. Сондықтан мен үшін аманат пен жаманаттың, нар мен нұрдың, қошанып пен қосанттың айырмасы өте үлкен. Әріппен алысқанша халықпен табысайық. Қолымыздан келсе жұлысқанша ұғысайық. Қалғаны жаратқанның құзырында. Біз үшін сайлау бұл елді жұмылдыратын бір науқан. Шатаспаңыздар, деп жазды Ринат Зайытов.